Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Амангүл Жұмабекқызы. Бүгін сіздермен бірге түскі астан я болмаса кешкі астан қалып қойған макарондардан өте дәмді котлеттер дайындайтын боламыз. Үйде желінбей қалып қойған макарон болсын, вермишель болсын, тіпті желінбей тұрған бешбармақтан да дәл осындай тәтті котлеттер жасауға болады. Мынау менің кеше жасаған нан палауым, өте көп мөлшерде жасап қойыппын. Үйде өзім әрі аузым берік болған соң тауысып үлгермедім. Енді осы нан палауымды дәл осындай блендермен езіп алатын боламын. Сізде ет тартқыш болса да бола береді. Екіге бөліп жақсылап езіп алдым. Езіп алған нан палауымызды бөлек ыдысқа салып, соның үстіне сүтіміз бен жұмыртқамызды жақсылап араластырып, салмамызға құятын боламыз. Енді үстіне бұрышымызды саламыз. Егер дәмі аз болса, үстіне тұз салсаңыз болады, және де өзіңіздің қалауыңызша дәмдеуіштер салсаңыз болады. Енді салмамызды жақсылап бір араластырып аламыз. Салмамыз тығызда болған соң, мен үстіне тағы да бір жұмыртқа мен жарты кеседей сүт құйдым. Егер сіздің макарондарыңыз көп болса, онда 2-3 жұмыртқа және 1 кеседей сүт құйсаңыздар болады. Енді үстіне аз-аздан ұнымызды салып, араластырып отырамыз. Ұн салған кезде көп салып, салмамызды қатты тығыз етіп жібермеңіздер. Енді дайын болған формамыздан қолымызға ұн жаға отырып, котлетімізді пішінге келтіріп жасайтын боламыз. Видеода көрсетілгендей бір қасықтан бір котлет шығарамыз. Дәл осындай әдемі котлеттеріміз дайын болды. Енді табамызға май құйып қыздырып аламыз. Енді қызған майымыздың үстіне бір-бірлеп котлеттерімізді сала отырып, алды артын қызарғанша қуырып аламыз. Міне біздің котлеттеріміз дайын болды. Енді осы котлеттеріміз жұмсақ болып тұру үшін буландыруға табамен үстін жауып қоямыз. Міне біздің нан палаудан жасаған котлеттеріміз дайын болды. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Макаронды котлеттерімізді қалаған гарнирімізбен бірге отбасыңызға ұсына аласыз. Достар, видеом ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Амангүл Жұмабекқызы.